Баршаңызға сәлем, қайырлы күн. Бүгін мен каналымда сіздермен лагманның рецептімен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп, видеоны толықтай көрулеріңізді сұраймын. Бізге керек ингредиенттар: ет, картоп, қызылша, сәбіз, бияз және көк жуа. Ең алдымен отымызды жағып, табамызды қыздырып, майымызды құйып, етімізді салып, және дәміне қарай тұз, бұрыш және мен лавр жапырағын қостым. Қалауларыңызша өздеріңізге ұнайтын приправа қоссаңыздар болады. Өкінішке орай мен приправаны көп ұната бермеймін. Сондықтан тұз, бұрыш және лавр жапырағын ғана қостым. Енді орташа отта осылай етімізді қуырып аламыз. Міне еттеріміз қуырылып, өзінің солінде пісіп жатыр. Енді одан кейін кезекпен ең алдымен сәбізімізді саламыз. Одан кейін қызылшамызды салып, бетін жауып, 20 минут көлемінде қуырып аламыз. Енді кезекпен картопымызды саламыз. Картопымызды да араластырып, қақпағын жауып пісіріп аламыз. Мен көк жуа қостым. Томат қосуларыңызға болады. Менде жолдасым томатты ұнатпайды, сондықтан томат қоспадым. Мінекей дайын болған лагманымызға су құйып, қайната отырып пісіріп алатын боламыз. Міне біздің лагмандарымыз пісіп қалды. Мінекей менде пісті. Тағамымызды енді ыдысымызға әдемілеп салып алып әсемдейтін боламыз. Менде лагманға арналған лапша және әсемдік үшін бетіне укроп пен көк жуа септім. Міндетті жасап көріңіздер. Өте дәмді және тез дайындалады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Ас болсын.